Сәлеметсіздер ме, құрметті атыраулықтар. Мен Тілеулиева Айгүл, Исатай Тайманов атындағы номер 27-ші орта мектептің 6-шы В сынып оқушысы Анирова Қарақаттың анасымын. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты оқушыларымыз қашықтықтан оқу жүйесіне көшті. Исатай Тайманов атындағы номер 27-ші орта мектептің ұстаздарына алғысымыз шексіз. Ата-аналар мен оқушыларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жиналыстар өткізіп жатыр. Оқушыларымыз қосымша дерек алып, түсінбегендерін қарау үшін Білім-ленд, Дарын онлайн сынды программалар беріліп, оқу жүйесін жеңілдетті. Мен 6-шы В сынып оқушысы Анирова Қарақат. Өзімнің және сыныптастарымның атынан барша ұстаздарға алғысымды білдіремін. Біз біргеміз! Қайырлы кеш, атыраулықтар. Мен Тұржігітова Венера, Исатай Тайманов атындағы 27-ші орта мектебінің 6-шы сынып оқушысы Қуандық Қожұлдыздың анасы. Әлемдегі COVID-19 пайда болуына байланысты Қазақстан Республикасы бойынша төтенше жағдай жарияланды. Осыған байланысты барлық мектеп оқушылары қашықтық оқуына ауыстырылды. Қашықтық оқу туралы ата-аналар жиналысы өткізілді. Жиналыста түрлі сұрақтарға жауап берілді. 27-ші орта мектебінің ұстаздарына мың алғысымды білдіремін. Мен номер 27-ші мектептің ұстаздары мен оқушыларына тек қана сәттілік тілеймін. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Құрметті отандастар, елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқыту арқылы онлайн жүйесіне көштік. Біз Атырау қаласы Исатай Тайманов атындағы номері 27-ші орта мектептің 5-ші Г сыныбында оқитын ұлым Маратұлы Дінмұхамедтің анасымын. Біздерге онлайн арқылы, қашықтықтан оқыту арқылы жеңілірек болып жатыр. 27-ші орта мектептің басшылығына, ұстаздарына алғысымыз шексіз. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жауынбай Дана. Мен 6-шы Б сынып оқушысымын. Елімізде болып жатқан жағдайға байланысты біз үйде отырып сабақ оқимыз. Үйде отырып сабақ оқыған бізге ыңғайсыз болғанымен де біз оған үйренісіп келе жатырмыз. Біз сабақты теледидардан, Қазақстан және де Балапан және де Еларна каналдары арқылы сабақтың тақырыбын түсінеміз. Және де қосымша ақпараттарды күнделік кезет, Білім-ленд және де Дарын онлайн арқылы видеороликтер, тесттер, тапсырмаларды, слайдтарды қарап, біз сабақты түсінуге қосымша ақпарат аламыз. Ал егер біз сабақ тақырыпты дұрыс түсінбесек, WhatsApp желісі арқылы мұғалімдерге шығып, олардан қосымша ақпараттарды алып, немесе тағы да сол өткен тақырыбымызды тағы да білгіміз келіп жатырсақ, апайлардан тағы да қосымша ақпараттарды, тапсырмаларды берулерін сұраймыз. Осы ақпараттарды, тапсырмаларды беріп отырған ұстаздарымызға алғысымыз шексіз. Біз біргеміз. Сәлеметсіздер ме, Атырау қаласының тұрғындары? Мен Нұрманов Бекім, 11-ші А сынып оқушысы Сигалиева Назымгүлдің әкесімін. Қазіргі уақытта облысымызда болып жатқан, елімізде болып жатқан белгісіз жағдайларға байланысты қыздарымыз оқуларын қашықтықтан оқып жалғастыруда. Осы жағдайға байланысты тапсырмаларын беріп, үйден сабақты қадағалап, сабақтарын әрі қарай жалғастырып жүргізіп отырған номері 27-ші Исатай Тайманов атындағы орта мектептің барша ұстаздарына алғысымызды білдіреміз. Білім-ленд, Дарын онлайн арқылы қыздарымыз қазіргі уақытта өз білімдерін одан әрі жетілдіруде. Қазіргі кезде қашықтыққа қарамай біз білімімізді жалғастырып жатырмыз. Осыған орай осы жылдың түлегі ретінде өзімнің сыныптастарыма және де ұстазыма сәттілік тілеймін. Біз біргеміз.